Сәлем достар, бүгінгі видеода қытырлақ тұшпара дайындайтын боламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ендеше дайындау үшін бізге картоп, ақ пияз, жұмыртқа, аздаған ашытқы, тұз, қара бұрыш, ұн, су қажет болады. Сыртқы қабығынан тазартылған 500 грамм картопты ұсақ бөліктерге бөліп, кастрөлімізге 1 литр суды құйып, картоптарымызды салып, отқа қойып қайнататын боламыз. Және де картопқа тұзды саламыз. Салмамыз дайын болғанша қамырымызды бастырып қоямыз. Ол үшін бізге жылы 2 стакан су қажет. Және де тұз саламыз. 1 жұмыртқа саламыз. Аздаған 1 шымшым десек болады. Аз ғана ашытқы қосатын боламыз. Барлық қоспаларды араластырып, 1 келкі массаға айналдырамыз. Тұз саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша аздаған май тамызуға болады. Мен зәйтүн майынан 1 шай қасық қостым. Барлық қоспаларды араластырып, тұзы ерігенше қозғап дайындап аламыз. Ендеше електен ұнды өткізіп, дайындап, қоспамызға салып араластыратын боламыз. Мен аздаған 1 шымшым десек болады, қопсытқыш қостым. Барлық қоспаларды күрекшенің көмегімен араластыратын боламыз. Достар, мен үнемі 1 килограмм ұнды електен өткізіп дайындап аламын. Себебі ұнның тығыздығына байланысты, жұмыртқаның көлеміне байланысты әртүрлі ұнның граммы қажет болып қалуы мүмкін. Ендеше осы қамырымызды бастырып, ыдысымызға 1 қасық зәйтүн майын құйып, қамырымызды қайта бастырып, бетін жауып, жылы орап қоятын боламыз. Менің арнамнан калькуляциясы саналған, табыс табуға болатын видео рецепттерді кездестіре аласыздар. Жақсылап иленген қамырымыздың бетін пленкамен жауып, және де шашықпен жеңіл ғана бүркеп қоятын боламыз. Салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін отқа табаны қойып, 2 ас қасықтың көлемінде сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған ақ пияздарымызды қуырып алатын боламыз. Пияздарымызды 2-3 минуттың көлемінде қозғай отырып, алтын түске енгенше қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Қайнатуға қойған картоптарымыз да пісіп дайын болды. Дайын болған картоптың суын төгіп, картоп езбесін дайындайтын боламыз. Картоп езбесін өте дәмді етіп дайындау үшін бізге 20 мл сүт, аздаған қара бұрыш қажет және 50 грамм сары май қажет болады. Осы қоспалардың барлығын қосып, картоп езбесін мұқият араластырып дайындаймыз. Және де алдын ала ақ пиязымызды қуырып дайындап алған болатынбыз. Сол ақ пиязымызды осы езіндіге араластыратын боламыз. Татымына қарай тұзын, дәмін өздеріңіз байқап көрерсіздер. Қуырылған тұшпара дайындау үшін салмамызды дайындап алдық. Келесі қамырымызды жаюға көшеміз. Жарты сағатқа тындырып қойған қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлетін боламыз. 2 бөлікке бөлінген қамырларымызды күріше етіп дайындаймыз. Және 5 минутқа бетін жауып, демалдырып, тындырып қоятын боламыз.
5 минутқа демалған қамырымызды үстелдің үстіне ұн ұрпақтарын себе отырып, жұқалап жайып алатын боламыз. Қамырымызды жұқалап жайып, өздеріңізге ұнаған көлемде төртбұрышты етіп кесіп дайындап аламыз. Мен бүгінгі бауырсағымды үлкенірек төртбұрышты етіп дайындадым. Егер қаласаңыздар, өте майда етіп жасауларыңызға да болады. Жұқа етіп жайылған қамырды ұзыншалап кесіп дайындап аламыз. Осы ұзыншаланып кесілген қамырларымызды бір келкі төртбұрышты етіп кесіп дайындаймыз. Мен бір келкі төртбұрышты болу үшін қамырымызды ең әуелі бір шетін қайырып үшбұрышты етіп аламын. Сол кезде қамырымыз бір келкі төртбұрышты болып шығады. Төртбұрышты етіп кесілген қамырларымызды ортасына салмасын салып, қуыруға арналған тұшпара бауырсақтарымызды түйіп дайындап аламыз. Бауырсақтарымызды қуыру үшін қазанымызды отқа қойып, 1 литр сұйық майды құйып қыздыратын боламыз. Қызып тұрған майға тұшпара бауырсақтарымызды аз-аздан салып, қуырып аламыз. Достар, егер видео рецепт сіздерге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және де өздеріңіздің осы бауырсақты қалай дайындайтын тәсілдеріңізбен бөліссеңіздер, мен қуанып қаламын. Келесіде сіздердің ұсынған рецепттеріңізбен дайындап, сіздермен бөлісетін боламын. Бүгінгі тұшпара бауырсақтарымызды қонақ дастарханға арналған тапсырыс бойынша дайындау үстіндемін. Дәл осы рецепт бойынша дайындасаңыздар, 2 килограмм қуырылған тұшпара бауырсақтары дайын болады. Бүгінгі қолданылған ингредиенттердің барлық мөлшерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Өте дәмді бауырсақтарымыз дайын болды. Дәл осылай қазаннан сүзіп алған майлы бауырсақтарымызды жеке дара етіп, кептіріп, суытып алуымыз қажет. Суыту үшін ыңғайлы ыдысты алып, ыдысымыздың бетіне қағаз майлықтарды төсей отырып, жаңадан пісірілген тұшпараларымызды жеке-жеке дана-дана етіп кептіріп алатын боламыз. Дайын болған тұшпараларымызды ыңғайлы ыдысқа орналастырып, тапсырыс берушіге жөнелтетін боламыз. Менің арнамда калькуляциясы саналған тағамдармен табыс табуға болады. Және де алдағы уақытта табыс табуға болатын тағамдармен, салаттармен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Қарлығаш. Соңына дейін қарап, қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғыс білдіремін. Назарларыңызға рахмет.